Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен асқабақтан дайындалатын осындай қатпарлы самса дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Ол үшін алдымен суымызға тұз, құмшекерімізді және уксусымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұнымыздың үстіне ерітілген сары майымызды, жаңағы суымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп алыңыздар. Дайын қамырымызды салфан пакетке салып, 20-30 минутқа демалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін тек қана бізге асқабақ болса жеткілікті. Асқабақты алып, өзімізге керек мөлшерде тазалап аламыз сыртынан. Және де жуып тазалап асқабақты турайтын боламыз. Мінекей, асқабағымызды жуып алдық. Енді кубиктап тураймыз. Не болмаса күштен өткізсеңіздер болады. Барлығын осылай кубик етіп турап аласыздар. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дайын болған асқабақтарымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстінен 2-3 дана пиязымызды алып, оны да ұсақ етіп турап, үстінен қосамыз. Және де 1 шай қасық тұзды саламыз оның үстінен. Бұрыш салсаңыздар болады татымына қарай. Және құмшекер қосамыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Оның үстінен құрғақ болып қалмас үшін сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қалауыңыз бойынша сұйық майдың орнына құйрық май қоссаңыз болады. Келесі кезекте қамырымызды алып 2-ге бөліп аламыз да, ұн себе отыра, жұқа етіп жайып аламыз. Қамырдың ортасынан баспаймыз, тек қана шеткі бөліктерін баса отыра, ешқандай күш түсірмей жаямыз. Сол кезде жіңішке біркелкі болып жайылады. 2 қамырымызды бірдей етіп жайып аламыз. Одан кейін бірінші қамырымызды салып, үстіне ерітілген сары майымыздың жартысын құйып, щетканың немесе қолдың көмегімен барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Одан кейін осылай барлық жеріне осылай жеткізіп жақсаңыздар болады. Оның үстіне екінші қамырымызды жаямыз. Екеуінің көлемі бірдей болу керек. Енді үстінен қалған ерітілген сары майымызды құйып, барлық жеріне жеткіземіз. Сары май барлық жеріне жетуі керек. Сол кезде қатпарлы болып шығатын болады самсаларыңыз. Енді бір шетінен бастап тығыздап, жақсылап орап шығамыз. Бос етпей, қатты тығыз етіп ораңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады. Осылай орап, видеода көрсетілгендей етіп орап аласыздар да, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қалдырамыз май сіңгенше. Мұздатқышқа салып қойсаңыздар болады тез қату үшін. 30-40 минут өткеннен кейін алып, өзімізге қажет мөлшерде кесіп аламыз. Мен үлкен емес, кіші емес, орташа көлемде жасайтын боламын. Осылай бөліп алып, видеода көрсетілгендей етіп, 2 шетін қысып, домалақтап шығамыз. Барлығын алдын ала солай дайындап аламыз. Одан кейін кішкене ұн себе отыра, ұн сеппесеңіздер де болады. Осылай жұқа етіп жайып шығамыз барлығын. Достар, менің арнамнан осындай өте көптеген керемет сәтті шығатын қазақша рецептерді таба аласыздар. Сондықтан егер маған тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться белгісін басып, все дегенді басып қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Барлығын алдын ала жайып аламыз. Және де осылай жайып, ортасына салмамызды салып, өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен 4 бұрышты форма етіп түйдім. Өте әдемі болып шықты, қатпарлы болып. 3 бұрыш етіп, домалақ етіп, өз қалауларыңыз бойынша түйе бересіздер. Барлығын түйіп алған соң формаға бір-біріне жақындатпай осылай орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт қосып, осылай қызарып пісу үшін жағып шықтым. Күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште осылай қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы асқабақтан жасалған самсаның рецептісі ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде поделиться батырмасын басып, бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар.
Лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің арнамнан қандай рецепттерді көргіңіз келеді, міндетті түрде өз ойыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен міндетті түрде жасап сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сіздермен болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.